Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге мен Меруерт Жоламан. Бүгін біз 6-шы тақырыбымызды бастаймыз. 6-шы тақырыбымыздың аты ондықтан аттап өту арқылы қосу. Менің қызығушылығым, мен бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды үйренемін. Бірінші есеп. Сырым конструктормен ойнағанды ұнатады. Ол сары түсті бөлшекке неше көк бөлшекті біріктіргісі келеді. Неше бөлшекті біріктіріп қойды. Нешеуі қалды. Қараңыздар, бізде 6 сары бөлшек бар. Мен оны қоршап қойдым. Және оған біздер 7 көк бөлшекті қосуымыз керек. Бірақ біз оны оңай тәсілмен шығара аламыз. Мысалы, 6-ны біздер ондыққа толықтыруымыз керек. Мына 6 саны 10 болуы үшін оған қанша қосу керек? Оған 4 қосу керек. Себебі 6-ға 4 қосқанда 10 болады. Ал қалған 3-еуін содан кейін қосатын боламыз. Сонда 6-ға 7-ні қосатын болсақ, біздер 7-ні 4 және 3 деп жіктеуіміз керек. Себебі біздер 6-ға 4 қосқанда 10 болады. Біздер ойлаймыз, 6-ға неше қосқанда 10 болады? Ол 4. Сондықтан да біз 7 санын 4 және 3 деп жіктедік. Біздер сонда деген қосқан кезде ондыққа толықтыруымыз керек. Мысалы деген 8 қосылған, мысалы 6 деп тұрса, мысалы 8 қосу 6. Біздер 6 санын 2 және 4 деп жіктейміз. Себебі деген 8-ге 2 қосқанда 10 болады. Біздер сонда қосқан кезде ондыққа толықтыруымыз керек. Мысалы 7 деп тұрса, оған 3 қосу керек. 6 деп тұрса, оған 4 қосу керек. 8 деп тұрса, оған 2 қосу керек. Мысалы 5 деп тұрса, оған 5 қосу керек. Мысалы 2 десе, оған 8 қосу керек. Яғни біздер ондыққа толықтыру үшін неше қосу керек екенін осылай ойлаймыз. Ары қарай. Мінекей енді соны жазатын болсақ, 6 қосу 7 деп жаздық. Оны біз 7-ні 4 және 3 деп жіктейміз. Одан кейін сонда 6-ға 4 қосқанда 10 болады, 10-ға 3 қосқанда 13 болады. Есеп шықты. Ары қарай. Енді Әлияның есептеуді қалай орындағанын түсіндір. Әлия есепті басқаша шығарған. Қараңыздар, ол есепті шығару үшін санды сәулені пайдаланған. Мысалы, қараңыздар, оған ең бірінші есеп 8-ге 5-ті қосу керек. Оған 8-ге 5-ті қосу керек. Мінекей, міне. Қазір ол 8-де тұр, мінекей. 8-де тұр. Оған біз 2-ні қосатын болсақ, ол 10 болады, сонда ондыққа толықтырылады. Одан кейін қалған 3-ті қосатын болсақ, ол бізде 13-ке тең болады. Одан кейін келесі есеп бізде 18 қосылған 5. Біздер 18 санын 2 ондыққа толықтыру үшін біз оған 2 қосуымыз керек. Сонда 18-ге 2 қосқан 20 болып кетеді. Міне 18-ге 2-ні қосқан 20 болады. Осын қалған 3-ті қосқан кезде 23 болады. Сонда есеп шықты. Келесі есеп 38 қосылған 5. Біздер мына 38-ге неше қосқанда 40 болады? Ол 2. Сондықтан да 38-ге 2 қосқанда 40 болады. Оған қалған 3-ті қосқанда бізде 43 болады. Сонда біздер деген, мысалы 17 деген сан берілуі мүмкін, 16 деген сан берілуі мүмкін да. Сонда біз деген оғаны қанша қосқан кезде ол 20 болады, қанша қосқан кезде ол 30 болады, қанша қосқан кезде ол 10 болады, қанша қосқан кезде ол 40 болады деген сияқты. Сол арқылы біздер есепті шығарамыз. Енді келесі есепке көшейік. Екінші есеп. Түсіндіре отырып есепте. Мысалы, 7 қосу 4 дейді. Біздер 7-ге нешені қосқанда 10 болады? 7-ге нешені қосқанда 10 болады? Ол 3. Мінекей. 3 деп жазамын. Одан кейін бізде деген 4-ті 3 және 1 деп жіктей аламыз. Және біздер деген 4-тен шығарғанда 1 шығады. Содан кейін тең болады. Сонда 7-ге 3 қосқанда 10 болады, 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Одан кейін дәл осыған ұқсас істеп, енді бізде 17 қосылған 4 дейді. Қараңыздар, 17-ге неше қосқанда 20 болады? 17-ге неше қосқанда 20 болады? Ол 3. Одан кейін 4-тен 3 алған кезде енді бізде 1 қалады. 1 деп жазайық. Тең болады. 17-ге 3-ті қосамыз 20 болады. 20-ға 1 қосқанда 21 болады.
Ары қарай 27 қосылған 4. 27-ге неше қосқанда 30 болады? Ол әрине 3. Сонда бізде 4-тің 3-ін алған кезде бізде біреу қалады. Жазып қоямыз. Тең болады. Енді 27-ге 3 қосқанда 30 болады. 30-ға 1 қосқанда 31 болады. Келесі, енді 37 қосылған 4. 37 қосылған 4. 37-ге неше қосқанда 40 болады? Ол 3. 4-тің 3-ін алған кезде бізде 1 қалады. Осылай тең болады. 37-ге 3 қосатын болсақ 40 болады. 40-қа 1 қосқанда 41 болады. Мінекей, екінші есептің А нұсқасын бітірдік. Келесі, 6 қосылған 5. 6 қосылған 5. 6-ға неше қосқанда 10 болады? 6-ға неше қосқанда 10 болады? Ол 4. Сосын 5-тің 4-ін алып кеткен кезде бізде біреу қалады. Тең болады. Сонда 6-ға 4 қосқанда 10 болады, 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Келесі, 16 қосылған 5. Біздер 16-ға неше қосқанда ол 20 болады? Ол 4. 5-тің 4-ін алып кеткен кезде бізде 1 қалады. Тең болады. 16-ға 4 қосамыз 20 болады, 20-ға 1 қосқанда 21 болады. Келесі, 26 қосылған 5. Біздер 26-ға неше қосқанда 30 болады? Ол 4. 5-тің 4-ін алып кеткен кезде бізде біреу қалады. Бір жазайық. Тең болады. 26-ға 4 қосқанда 30 болады, 30-ға 1 қосқанда 31 болады. Келесі, 46 қосылған 5. 46-ға неше қосқанда 50 болады? 46-ға неше қосқанда 50 болады? Ол 4. Және бізде 1 қалды, 1-ді жазып қояйық. Тең болады. 46-ға 4 қосқанда 50 болады, 50-ге 1 қосқанда 51 болады. Келесі, енді Б нұсқасы. 9 қосылған 2. 9-ға неше қосқанда 10 болады? Ол 1. Сонда 2-нің біреуін алып кеткен кезде біреу қалады. Тең болады. 9-ға 1 қосқанда 10 болады, 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Келесі, 29 қосылған 2. 29-ға неше қосқанда 30 болады? Ол 1. 2-нің біреуін алған кезде біреу қалады. Тең болады. 29-ға 1-ді қосамыз 30 болады, 30-ға 1 қосқанда 31 болады. Келесі, 49 қосылған 2. 49-ға неше қосқанда 50 болады? Ол 1. 2-нің біреуін алған кезде біреу қалады. Тең болады. 49-ға 1 қосамыз 50 болады, 50-ге 1 қосқанда 51 болады. Келесі, 89 қосылған 2. 89-ға неше қосқанда 90 болады? Ол әрине 1. 2-нің бірін алатын болсақ, ол біреу алады. Тең болады. 89-ға 1 қосқанда 90 болады, 90-ға 1 қосқанда 91 болады. Мінекей, біздер әр есепті осылай толықтыру арқылы шығардық, түсіндіре отырып есептедік. Келесі, үшінші есеп. Есептер бойынша өрнектер құрастыр. Біздер тек қана өрнек құрастырамыз. Қараңыздар, конструктор жиынтығында 18 көк және одан 4-еуі артық қызыл түсті бөлшектер бар. Конструктор жиынтығында неше қызыл түсті бөлшек бар? Бізде 18 көк деп айтқан, және одан 4-еуі артық қызыл түсті бөлшектер бар дейді. Біздің мақсатымыз қызыл түсті бөлшектерді табу. Сонда бізде мына жерде артық деген сөз бар. Олай болса біз қосамыз, сонда 18 қосылған 4 деп жазамыз. Мінекей, біздер өрнек түрінде жаздық. Мінекей, оның шешуін жазбаймыз. Тек қана өрнек түрінде жаздық. Оның нешеге тең болатынын жазбаймыз. Келесі, А есебі. Конструктор жиынтығында 90 көк және 60 қызыл түсті бөлшектер бар. Қандай түсті бөлшек артық және нешеуі артық? Бізде қараңыздар, бізде 90 көк бөлшек бар екен, және 60 қызыл бөлшек бар екен. Біздер көктің көп екенін көріп тұрмыз. Көк бізде қызылға қарағанда көбірек екенін көріп тұрмыз. Олай болса, біздер қаншалықты артық екенін табу үшін
үлкен саннан кіші санды азайтамыз, яғни 90-нан 60-ты азайтамыз. Сонда 90-нан 60-ты азайтатын болсақ, оның шығатын жауабы бізде қандай түсте бөлшек артық екен және нешеу артық екенін көрсетіледі. Келесі, Б есебі. Конструктор жиынтығында 100 бөлшек бар. Олардың 30-ы сары түсті, ал қалғаны қызыл. Конструктор жиынтығында неше қызыл түсті бөлшек бар? Бізде барлығы 100 бөлшек бар екен, барлығы. Оның 30-ы сары түсті екен, оның 30-ы сары түсті. Ал қалғаны қызыл. Бізге қалғанын табу үшін, біз барлығынан, яғни 100-ден 30-ды азайтамыз. Біздер сонда қалғанын табу үшін барлығынан берілгенін азайтамыз. 100-ден 30-ды азайту керек. Келесі. Конструктор жиынтығында 100 бөлшек бар. Ұшақты құрастырғаннан кейін онда 30 бөлшек қалды. Ұшақ құрастыру үшін неше бөлшек пайдаланылды? Бізде барлығы 100 бөлшек бар екен. Біз осы бөлшектерден ұшақ құрастырған болатынбыз. Сонда ұшақ құрастырған кезде бізде 30 бөлшек қалған. 30 бөлшек қалып қойған. Енді сұрақ мынадай. Біздер сонда қанша бөлшектен ұшақ құрастырдық екен? Біз қанша бөлшектен ұшақ құрастырдық? Оны табу үшін бірінші барлығын жазып қояйын, ол 100. Біз 100-ден қалып қойған бөлшектерді азайтуымыз керек. Барлығынан, барлық бөлшектерден қалып қойған бөлшектерді азайтамыз, сонда қаншасын пайдаланғанымызды табамыз. Осымен бізде В есебі шықты. Келесі, 4-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап. Есептеу үшін санды сәулені пайдалан. Есептеуді түсіндір. Бізде мысалы қоршауды көріп тұрсыздар, мысалы алғашқы екі есепті. Осы алғашқы екі есепті біздер санды сәулені пайдаланып, оны көрсеткенбізге, енді біз ары қарай басқа есептерді шығаратын боламыз. Бірінші қоршап тұрған есептерімізді шығарайық. Қараңыздар, оны түсіндірейік. Бізде мысалы 6 деп тұр, 6. Мінекей. Оны сандық сәуледе 6 деп тұр. Сол 6-ға 4 қосуымыз керек екен. Мінекей. 4 бірлік алға қарай жылжимыз. Біз 10-ға келеміз. Одан кейін оған 2 қосамыз. Оған 2-ні қосатын болсақ, ол 12 болады. Сонда біздер сандық сәуле арқылы осылай табылады екенбіз. Одан кейін бізде мысалы қараңыздар, 12 азайтылған 2 азайтылған 3 дейді. Осы есепті шығарайық. Қараңыздар, біздер қазір 12-де тұрмыз. Одан 2-ні азайтатын болсақ, біздер солға қарай 2 қадам жылжимыз. Солға қарай 2 қадам жылжимыз. Одан кейін бізде азайту 3 деп тұр. Одан кейін біз 3 бөлік солға қарай тағы да жылжимыз. Сол кезде біз 7-ге келіп тоқтаймыз. Жауабы болды. Бұл жерде 7 деген сөз. Жауабы 7. Басқа есептерді де осылай біздер шығаруымыз керек. Жаңағыдай алғашқы 2 есепті түсіндіргеніміз сияқты басқа есептерді солай шығарарсыздар. Енді біздер мына жауаптарын жазайық. 8-ге 2 қосқанда 10 болады, 10-ға 5 қосқанда 15 болады. Кем болады? 7-ге 3 қосқанда 10 болады, 10-ға 6 қосқанда 16 болады. Құрметті оқушылар, мен сіздерге алғашқы 2 есептің санды сәулені пайдалану арқылы қалай шығару керек екенін көрсеттім. Ал енді басқа есептерін көрсететін болсам, мына жерге менде сыймайды. Сондықтан мен басқа есептерді, қалған есептерін ауызша шығарып жатырмын. Өзіңіз үйден жаттығу жасасаңыз болады осы есептерге. 17-ден 7 азайтқан кезде 10 болады, 10-нан 5 алғанда 5 болады. Келесі, 13-тен 3 алғанда 10 болады, 10-нан 8 алғанда 2 болады. Келесі, 5-ке 5 қосқанда 10 болады, 10-ға 6 қосқанда 16 болады. 8-ге 2 қосқанда 10 болады, 10-ға 3 қосқанда 13 болады. 7-ге 3 қосқанда 10 болады, 10-ға 8 қосқанда 18 болады. Келесі, 14-тен 4 алғанда 10 болады, 10-нан 3 алғанда 7 болады. 16-дан 6 алғанда 10 болады, 10-нан 2 алғанда 8 болады. 15-тен 5 алғанда 10 болады,
10-нан 7 алғанда 3 болады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған математиканы барынша оңай түсіндіруге тырысып жүрген ұстаздарыңыз Меруерт Жоламан. Келесі кездескенше.